Кейде адам жүрегінде бір ғана сәт бүкіл ғұмырдың бағытын өзгертіп жібереді. Арман үшін сол сәт сатқындықтың сызаты түскен күн еді. Содан бері қанша жыл өтсе де, сол бір күн оның жадынан өшпей, көңіл көгіндегі қара бұлттай ілесіп келеді. Бұл оқиға Қарағанды көшелерінің бірінде басталған. Күздің салқын желі қала бойымен баяу есіп, ағаш жапырақтарын сыбдырлата төгіп тұрған шақ. Арман мен оның ең жақын досы Саян сол күні әдеттегідей бірге жүрген. Бірге өскен, бірге армандаған, бір-біріне сырын бүкпей айтатын екі жан үшін бұл күнде өзгеше көрінбеген. Бірақ дәл сол күні бәрі өзгерді. Саянның бір ғана шешімі, бір ғана сөзі Арман үшін бәрін жоққа шығарды. Сол сәттен бастап Арман үшін әлем екіге бөлінгендей болды. Сенім болған уақыт және одан кейінгі бос кеңістік. Ол бұл оқиғаны қайта-қайта есіне түсіретін. Әр детальді, әр сөзді, әр көзқарасты. Неге деген сұрақ оның жанын жегідей жеді. Ол жауап табуға тырысқан сайын ашуы тереңдей берді. Жылдар өтті. Арман Алматы көшелерінде жалғыз жүріп, өз өмірін қайта құруға тырысты. Қала өзгерді, адамдар өзгерді, бірақ оның ішіндегі жара сол күйі қалды. Кейде ол адамдарға сенуге талпынып көрді. Бірақ әрбір жаңа таныстықта баяғы қорқыныш қайта оралатын. Сенімсіздік оның көлеңкесіне айналды. Кей түндері ол Астана аспанын елестетіп алыста қалған күндерді ойлайтын. Сол кезде бәрі қарапайым, бәрі шынайы көрінетін. Бірақ сол шынайылықтың өзі бір сәтте күлге айналғанын есіне алғанда, жүрегі қайтадан сыздайтын. Арман үшін Саян енді жай адам емес еді. Ол сатқындықтың символына айналған. Ол өз санасында Саянды 100 рет жазалап, 1000 рет кінәлаған. Оның ойынша әлемдегі ең үлкен қателік сену болған. Бірақ ол бір нәрсені әлі түсінбеген еді. Кейде адамды жаралайтын нәрсе басқа біреудің әрекеті емес. Сол әрекетке берген өз мағынасы болуы мүмкін екенін. Жылдар сырғып өте берді, бірақ Арманның ішінде қатқан өкпе уақытпен бірге жұмсарудың орнына қайтадан қата түсетін тасқа айналды. Ол қайда барса да, қай қалаға табан тіресе де, сол бір ескі жараны өзімен бірге ала жүрді. Шымкент базарларының ушуы, Тараз көшелерінің көне тынысы, Ақтөбе даласының кеңдігі. Бәрде оның жанындағы бос орындық тұра алмады. Әлем кең еді, бірақ оның жүрегі тарылып қалғандай сезілетін. Кейде ол өзін алдауға тырысатын, мен бәрін ұмыттым деп. Бірақ шындық басқа еді, ол ұмытпаған, тек ішіне терең көміп тастаған. Ал көмілген нәрсе уақыт өткен сайын жоғалмайды, қайта үнсіз күшейе түседі. Бір күні кешкісін Семей жағасында жалғыз отырғанында ол алғаш рет өз ойын сырттан бақылағандай күй кешті. Жел баяу есіп, өзен беті толқып тұрды. Сол толқындарға қарап отырып, ол өз жадындағы көріністерді қайта тізбектей бастады. Бұрынғыдай ашумен емес, сабырмен. Сол күні Саян шынымен күліп тұрды ма? Әлде оның жүзіндегі күмәнді Арман байқамай қалды ма? Сол сөздер дәл солай айтылды ма, әлде уақыт өте өзгеріп кеткен бе? Арман алғаш рет өз естеліктеріне күмәнданды. Ол бұрын бәрін анық, айқын деп ойлайтын. Бірақ қазір сол анықтықтың өзі бұлыңғырланып бара жатқандай еді. Мүмкін ол жылдар бойы бір ғана нұсқаны қайта-қайта қайталап, өз санасында сол оқиғаны өзгертіп жіберген шығар. Осы ой оның жанын тыныштандырған жоқ. Керісінше жаңа мазасыздық әкелді. Егер шындық ол ойлағандай болмаса ше? Егер сатқындық тек Саянның әрекеті емес, екеуінің арасындағы түсінбеушіліктің нәтижесі болса ше? Арман бұл сұрақтардан қашқысы келді. Себебі бұл сұрақтар оның жылдар бойы ұстап келген ақиқат ұғымын шайқалтып жіберетін еді. Ал адам кейде шындықтан емес, өз сенімінің күйреуінен қорқады. Сол түні ол ұзақ отырды. Қараңғылық қоюланып, қала шамдары жанып жатты. Бірақ оның ішінде одан да терең бір қараңғылық қозғала бастаған еді, күмәннің қараңғылығы. Және бұл қараңғылық бұрынғыдай біреуге бағытталмаған еді. Ол енді өзіне қарай бет бұра бастаған. Күмән бір кірсе оңайлықпен шықпайтын қонақ. Арманның жан дүниесіне енген сол бір үнсіз күдік енді күн сайын тамырын тереңге жіберіп, оның бұрынғы айқын деп сенген ақиқаттарын біртіндеп шайқалта бастады. Ол енді өткенді бұрынғыдай бір жақты емес, әр қырынан қарауға мәжбүр болды.
Күндердің күнінде ол Өскемен қаласына сапармен келді. Таулардың салқын ауасы, ертістің баяу ағысы, көкжиектегі тұман, бәрі де адамның ойын тереңге жетелейтіндей. Арман қонақ үй терезесінен сыртқа ұзақ қарап тұрды. Сол сәтте оның жадында көмескіленген бір көрініс қайта тірілгендей болды. Сол күн сол шешім. Саян жалғыз өзі әрекет етті ме еді? Жоқ. Арман есіне түсіре бастады. Сол жағдайдың алдында ұзақ үнсіздік болған. Айтылмаған сөздер, жеткізілмеген ойлар, түсінілмеген ишаралар. Ол кезде Арман өз ішіндегі күмәнді, қызғанышты, қорқынышты ашып айтпаған еді. Ол бәрін досым өзі түсінеді деп ойлаған. Бірақ кейде адам үнсіздік арқылы ең үлкен қателігін жасайды. Мүмкін Саян да дәл солай қателескен шығар. Арман алғаш рет өз әрекеттерін таразылай бастады. Ол шынымен әділ болды ма? Әлде өзі де жағдайды қиындатып жіберді ме? Бұрын ол өзін тек құрбан ретінде көретін. Енді ол сол оқиғаның ішінде өз көлеңкесінің де бар екенін сезінді. Павлодар көшелерінде жалғыз жүрген бір кеште ол кенет тоқтап қалды. Көшедегі адамдар асығыс, әркім өз тіршілігімен әлек. Ал Арман болса, уақыттың бір нүктесінде қатып қалғандай еді. Егер бәрі басқаша болғанда ше? Бұл сұрақ оның санасында жаңғырып тұрды. Бірақ енді ол өткенді өзгерте алмайтынын білді. Өзгерте алатыны тек оған деген көзқарасы ғана. Сол сәтте ол бір қарапайым, бірақ ауыр шындықты ұқты. Ол жылдар бойы Саянды ғана емес, сол сәттегі өзінде жек көріп келген. Бұл түсінік оның ішіндегі ашуды баяу ерте бастады. Ашудың орнын өкініш, ал өкініштің орнын түсіністік баса бастады. Бірақ бұл жеңілдік әкелмеді, керісінше жүрегіне жаңа салмақ қосты. Өйткені енді ол кінәні тек бір адамға арта алмайтын еді. Сатқындық мүмкін бір ғана әрекет емес. Екі жүректің бір-бірін дер кезінде түсіне алмағаннан туған үнсіз апат шығар. Түсіністік келген жерде тыныштық бірден орнай салмайды. Керісінше ол алдымен ішкі әлемді астан-кестен етеді. Арман дәл осы күйді бастан кешіп жүрді. Бұрын бәрі анық еді, кінәлі бар, кінәсіз бар. Ал енді шекаралар өшіп бәрі араласып кеткендей. Жүрек бұрынғыдай айыптағысы келмейді, бірақ толық кешіре де алмайды. Көктемнің бір кешінде ол Көкшетау қаласына жолы түсті. Көкшетаудың көгілдір таулары мен мөлдір аспаны адам жанын жуып өткендей әсер қалдыратын. Арман сол табиғаттың арасында жүріп алғаш рет терең тыныс алғандай болды. Ішіндегі ауыр ойлар бір сәтке болса да бәсеңдегендей еді. Сол күні ол көптен бері істемеген бір әрекетке барды, Саянға хат жазды. Жіберу үшін емес, түсіну үшін. Ол хатта кінә тағу болған жоқ. Айқай да, ашу да жоқ. Тек сұрақтар мен мойындаулар болды. Мен де үндемедім, мен де түсінбедім. Мүмкін біз екеуміз де кеш қалдық деген жолдар оның жүрегінен өздігінен төгілді. Жазып болған соң ол ұзақ уақыт үнсіз отырды. Сол сәтте ол бір маңызды нәрсені ұқты. Кейбір жауаптар сырттан келмейді. Олар адамның өз ішінде туады. Арман хатты жыртып тастамады. Бірақ оны жібермеді де. Өйткені енді оған жауаптың қажеті жоқ еді. Ол ең ауыр сұрақтарына өзі жауап беріп қойған болатын. Қостанай жолымен кері қайтып келе жатқанда, терезеден сыртқа қарап отырып, ол алғаш рет өткенін жүк емес, тәжірибе ретінде қабылдай бастады. Жүректегі жара толық жазылып кетпесе де, оның ауруы бәсеңдеген еді. Саян енді оның санасында жау да емес, періште де емес. Жай ғана қателескен адамға айналды. Ал Арман өзіне де сондай қарауды үйренді. Өмір жалғасып жатты. Адамдар кездеседі, сенімдер құрылады, кейде қайта бұзылады. Бірақ бұл жолы Арман бір нәрсені анық білді, сенімнен қашып емес, оны түсініп өмір сүру керек. Сатқындық оның тағдырын сындырмады. Ол тек оны тереңірек ойлауға, сезінуге, және ең бастысы, өзін қайта тануға үйретті.